Жақсылықты үміт ету. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Алла Тағалаға сансыз мадақ, адақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі, қасиетті жұма күн мүбәрәк болсын. Алла Тағалаға иман келтірген пендеге әрқашанда келешекке үмітпенен қарайды. Жеке адам да, қоғам да үміттің арқасында алға басып дамиды. Пенде өзінің үміті арқылы түрлі белестерден қиналмай өтіп, биік шыңдарға шығып, көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Осыны ескерген халқымыз мақал мәтелдерінде үмітсіз жаннан без, қайырымсыз малдан без, шықпаған жанда үміт бар, үмітсіз шайтан деген түрлі насихаттар қалдырған. Алла Тағала қасиетті Құранның Хижр сүресінің 56 аятында біздерді еш уақытта үміт үзбеу үшін шақырып, Аузубиллахи минаш шайтанир раджим, ва ман яқнату мир рахмати раббихи илля даллун. Раббыңның рахымдылығынан адасушылардан басқа кім үміт үзеді деп айтқан. Үмітсіздік үнсіз жұтатын ұйық іспеттес. Адам қанша қарманбақ болса да, еш нәрсеге қол ілестіре алмай, батқан сайын бата түседі. Үмітсіздік қылу адамды күйзеліске ұшыратып, келешегін тұмшалайды. Бұл дүниеде өмір сүруге деген ынта ыждағатын, ерік жігерін, құлшынысын құрықтап тастайды. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады деген. Бұхар Жырау бабамыз да жақындатып ажал тұрса да, жанында қылыш ұрса да, қалжырап көңіл қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат деп еш уақыт жақсылықтан үмітті үзбеуге шақырады. Мұсылман кісі дүниеде де, ақыретте де әркез жақсылықты үміт етуі қажет. Ол үшін дінімізде үміт етудің мынадай 3 түрлі аса маңызды. Бірінші, Алла Тағаланың мейіріміне үміт арту. Әлемдерді жаратқан Алланың пендесіне әрдайым рахымы мол, адам баласы қандай күнәға жолықса да, Алла Тағала кешірімінің ерекше мол екендігін білдірген. Пенде оған сену керек. Қасиетті Құранның Ағраф сүресінің 56 аятында وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Үрей менен үміт арасында Аллаға жалбарыныңдар. Шын мәнінде Алла рахымы жақсылығына жақын делінген. Үміт пенен құлшылық жасау, қорқыныш пенен амал жасағаннан әлде қайда абзал. Өйткені үміт адам бойына сүйіспеншілік әкеледі. Мысалы, біреуден қорқып жасаған қызмет пенен жақсы көріп жасаған қызметтің арасындағы үлкен айырмашылығы бар. Сол секілді Алла Тағалаға иман келтіргендердің ең абзалы оған сүйіспеншілігі менен мойынсыну. Міне, сондықтан да адам баласы қаншалықты қате жасаса да, ешқашанда Алладан үмітін үзбеу керек. Қасиетті Құранның Зумар сүресінің 53 аятында Аузубиллахи минаш шайтанир раджим, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Шектен тыс күнә жасап, өздеріне зиян келтірген құлдарым, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер. Алла күнәларыңды барлығын кешіреді. Өйткені ол күмәнсіз, жарылқаушы және өте мейірімді деп баяндаған. Шындығында да өмірде орны толмас қателікке бой алдырып, өкініштен өзегі өртенген жандарға осы бір аят үлкен үміт сыйлап, бақытқа жетелеуіне себеп болады. Тіпті өзін күнәһар, кісәпір санап,
иманға жақындай алмай жүрген пенделерге исламды қабылдататын айталық пайғамбарымыздың ең жақын сахабасы, Алланың арыстаны атанған Хазіреті Хамзаны шейіт қылған Уақшидің өзін Алла елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, бірнеше рет Құраннан аяттар жолдап, исламды қабылдауға шақырады. Алайда Уақшиға жан сарайы кернеген үмітсіздікпенен күдіктен арыла қою қиынға соқты. Ол пайғамбардың жақынының өз қолыменен өлтіргендігі үшін бұдан былайғы уақытта өзін кешірімге лайықты емеспін дегенге сендірген еді. Сол үшін де мұсылмандылықты қабылдауға тәуекел ете алмады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 рет осы аятты жазып жіберген уақытта Уақшидің бойындағы кешірімге деген күмән сейіліп, көкірегіндегі үміт оты қайта маздап, мұсылмандықты қабылдады. Мәңгілік үкімі өзгермейтін Құрандағы бұл аят бұрынғы адамдарға да үміт сыйлауменен қатар келер ұрпаққа да үміт қайнары болмақ. Ардақты пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде «Ла яғфиронналлаха яумал қиямати мағфиротан ма хотарот ала қолби ахадин хатта инна иблиса ла ятатовалу лаха роджаан ай ан тусибах». Қиямет күні Алла тағала ешкімнің ойына келмеген жалпыға тән кешірімін жариялайды. Тіпті іблістің өзі осы кешірімнен маған да үлес тиер ме екен деп үміттенеді деген. Ибн Абу Дүния. Ғалым Ибн Әл-Уазир Аллахтың мейірімділігін тілеу пенде үшін үміт есігін ашады. Оған тағаттана құлшылық етуге күш береді. Нәпіл амалдарды орындауға белсенділік беріп, ізгі амалдар жасауға, жарысуға жігерлендіреді деген. Хазіреті Омар, оған Аллах разы болсын, Алла тағаланың құлдарына деген мейірімділігіне қатысты мынадай оқиғаны жеткізген. Бір күні Аллах елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, алдына бір топ тұтқын әкелінеді. Олардың ішінде әлде бір әйел арыда беріде жүгіріп, көп тұтқынның ішінен бір сәбиді тауып алып, құшақтап, бауырына басып, оны емізуге кіріседі. Мұны көрген Аллахтың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қалай ойлайсыңдар? Мына әйел бауыр еті баласын отқа тастауға қауқары жете ме? Деп сұрады. Біз Алланың атыменен ант етеміз, олай тастамайды, дедік. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шынында Алла тағаланың құлдарына деген мейірімі мына әйелдің баласына деген мейірімінен әлдеқайда артық деп айтты. Имам Бұхарида, Имам Муслимда келген хадис екен. Алайда мұсылманның үміті қорқынышыменен қатар жүреді. Үміт ету деген Алла тағала күнәмді кешіреді дегенді сылтау етіп, күнәға салыну емес екендігін де ұмытпауымыз қажет. Абу Ғұсман Әл-Хири бақыттың белгісі Алланың бұйырғанын орындағаннан кейін Алла қабыл ете ме жоқ па деп қорқуы. Ал бақытсыздықтың белгісі күнәлі іс жасай тұра мені Алла кешіреді деп сенімде болуы деген. Құстың қос қанатындай болған ғана самғап ұшатындығы тәрізді мұсылманның үміті менен үрейі қатар жүргенде ғана ұстанымы дұрыс болмақ. Шәкәрім Құдайбердіұлы мұсылмандық шарты атты еңбегінде, ей достар, осы иманды әрқашан айтып, салақ болмай жүру керек. Құранда неше жерде бейіш тақуалар үшін деген тақуа деп
сақтанатындар айтады. Адам һәм уақыт Алла Тағаланың ғазабынан қорқынышта рахымынан үмітті болып, қауіп пенен үміттің арасында болу керек. Аятта тілек, дұға қылыңдар, қауіп пенен үміттің арасында болып деп жазған. Екінші, пенде күнәсінің кешірілуіне үміт етуі. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Пенденің бойында қателеспек, күнәға бой алдыруы орын алып тұрады. Пенде өмірде аяғы шалынып жатса да, бойын тіктеп тіршілігін жалғастыруға бекем болу керек. Ислам адамдарға үміт сыйлайтын дін. Дініміз қателескен пендеге тәуба есігін ашып қойған. Сондықтан да өмірге түңілмей, өткеннен сабақ алып, тәубе жасап, кешірім сұраудың жолдарына кірісу керек. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде пенде бір күнә істеп, артынан тәубе еткен кезде Алла Тағала періштелеріне құлыма қараңдар, күнә жасады, күнәсінің жазасын беруші және кешіруші Раббысының бар екендігін біліп, тәубеге келді. Куә болыңдар, мен оны кештім дейтін баяндаған. Имам Шафиғи үміт жайында жүрегім қатайып, жолдарымның астан кестең шыққан кезде үмітімді сенің кешіріміңе баспалдақ етіп төседім. Күнәларым көз алдымда қанша ұлғайғанымен сенің кешірімінің қасында түкке тұрмайтынын білдім. Сенің кешірімің көз жетпес кең екенін көрдім деп Алла Тағаланың кешіріміне үміт артқанын айтқан. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ақтық демі таусылар сәтінде төсек тартып жатқан кісінің қасына барып, өзіңді қалай сезініп жатырсың деп сұрайды. Әлгі кісі, Аллахтың елшісі, Алла Тағаланың мейірімінен үмітім бар, алайда күнәларымнан қорқамын деп жауап берді. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, осындай халде пенденің жүрегінде үрей менен үміт бар болса, Алла Тағала үміт еткен нәрсесін міндетті түрде беріп, қорыққанынан сақтайды деген имам Термизиде келген хадис. Адамдардың ең қайырлысы қателіктеріне тәубе еткендері. Пенде Алла Тағаланың рахмынан күдер үзбей, күнә қателіктеріне өкініп, жаратушысынан кешірім сұрауы қажет. Алла Тағала қасиетті Құранның Ағраф сүресінің 156 аятында «Ва рахмати васиат кулла шайи» менің рахымым барлығын қамтитын өте кең дейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла Тағала құдуси хадисінде былай дегенін айтқан: «Ей адам баласы, расында сен маған жалбарынуың менен үміт артуыңды тоқтатқанға дейін қандай күнәлар жасаған болсаң да, оған назар аудармай сені кешіремін. Ей адам баласы, егер сен көктегі бұлттарға еткілікті күнәлар жасасаң да, содан соң менен кешірім сұрасаң, мен сені кешіремін. Ей адам баласы, егер менен басқа ешкімге құлшылық қылмаған күйде маған жер бетін түгел толтыратын күнәларменен келіп жолықсаң да, міндетті түрде саған дәл сондай кешірім жасаймын дейді имам Термизи. Күнә жасау о бастан адам табиғатына тән құбылыс. Адам баласы күнә жасап қойдым, енді мен
мен адамдықтан сол күйі кеттім деуі Алла тағаланың Рахман, Рахым, Ғафур, өте кешірімді сияқты сипаттарынан жоққа шығару деген сөз. Әлемге рахымдылық әкелген адамзаттың мақтанышы ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көптеген хадистерінде Алланың аса мейірімді, өте жарылқаушы екенін үмметіне үйретуден жалықпаған. Ғаламға рахымдылық әкелген соңғы елші, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, айналасындағыларға үнемі үміт отын жағып, адамдардың өмірге деген құлшылықтарын арттырып отырған. Сол арқылы адамдардың көкірегінде туымысынан бар адамгершілік сезімдері қайта қоянып, исламның мейірім толы құшағын паналаған. Қисса: отқа табынушы бір кісі Ибрахим пайғамбарға, оған Алланың сәлемі болсын, қонақ болуды қалайды. Ибрахим пайғамбар оған: егер де сен ислам дінін қабылдайтын болсаң, қонақ етемін дейді. Отқа табынушы бұл шартқа келіспей, ренжіп кетіп қалады. Алла тағала Ибрахим пайғамбарға, оған Алланың сәлемі болсын: уа Ибрахим, бұл құлым дінін өзгертпейді екен деп, неге оны қонақ етпедің? Алайда 70 жыл бойы мені танымаса да, оған рызқы несібесін үзбей беріп келемін. Bir түн оны қонақ етсең, өзің үшін қайырлы болар еді ғой деп Алладан уахи келеді. Мұны естіген Ибрахим, оған Алланың сәлемі болсын, отқа табынушыны іздестіріп, тауып қонақ етеді. Әлгі отқа табынушы одан көзқарасыңды өзгертуге не себеп болды деп сұрағанда, Ибрахим оған Алланың сәлемі болсын мән жайды баяндайды. Бұған таң қалған отқа табынушы: шынында Алла тағала маған осылай қарай ма? Қандай мейірімді жаратушы! Оған серік қосып, құлшылық жасасаң да, өзіңдей досы болған пайғамбарына мен үшін ескерту жасайды. Олай болса маған иманды үйрет деп иманға келген екен. Үшінші, жақсылықты үміт ету. Мұсылман адам күнделікті тіршілігінде де, құлшылығында да, тіпті өмір сүріп отырған ортасында, отбасы, бала шаға алдында жақсылықтың жаршысы болуы тиіс. Атқарып жатқан ісінен жақсылықты үміт ету керек. Егер адам баласы күнделікті ісінен түк шықпайды, жалықтым деп болымсыз пиғылда болса, өмірден де жалығып кетеді. Ал келешегінен жақсылық күтсе, шынында да жақсылыққа қол жеткізеді. Бірде Алла тағала Дәуд пайғамбарға: уа Дәуд, мені сүй, мені жақсы көргендерді сүй, және құлдарыма мені сүйдір, құлдарым мені жақсы көрсін деп бұйрық беріпті. Сонда Дәуд пайғамбар мұны қалай жүзеге асырамын деп сұрайды. Алла тағала: мені есіңе ал, менің нығметтерім менен жақсылықтарымды олардың есіне сал, олар менен тек жақсылық күтсін деген екен. Хакім Абай қара сөздерінде үмітін үзбек, қайратсыздық, дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандық да қайда баяндап қалады дейсің. Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол, жақсы жаз келмеуші ме де деп үмітсіздікке салыну қайратсыз адамға тән сипат екендігін айтқан. Сол үшін де мұсылман адам болашаққа қатты Алла тағалаға әркез жақсылық үміт етуі тиіс. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, құдси хадисінде Алла тағала: құлым мені жайлы қалай ойласа, мен оған солай қараймын деген. Имам Ахмедте: адамдар үстерінде тақуалығы менен аты шыққан Абу Сахилді ерекше нығметке бөлегендігін көріп, мұның мәнісін сұрағанда,
Раббым жайлы жақсы пікірде болғанын жемісі деген екен. Демек, үміт Алланың рахымдылығын төгу үшін бір себеп болса, пенде жақсы жаман қандай жағдайда болсын, бұл себептен қол үзбеу керек. Хазірет бара Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мынадай өсиетін жеткізеді. Жатар кезде мына дұғаны оқы: уа Аллам, нәпсімді өзіңе тапсырдым, жүзімді саған бұрдым, істерімді саған аманат еттім, сені сүйеніш еттім, сенің рахымыңнан үміт етемін, азабыңнан қорқамын, сенің берер жазаңа қарсы тұрар, өзіңнен басқа қорған болушы әрі құтқарушы ешкім жоқ. Сүрген кітабыңа, жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім. Егер осы дұғаны оқып жатқан күні өлер болсаң, онда мұсылман болып өлесің. Егер келесі таңға аман есен жетсең, жақсылық табасың. Имам Бұхари. Қадірменді жамағат, үміт берекенің, тыныштықтың кілті. Алла тағала адам баласына өмірден күдер үзбей ғұмыр кешуі үшін көптеген нығметтер берген. Пенде өмірден түңіліп, менен түк шықпайды, қазірге дейін ешбір іліп алар жақсылығым жоқ деп үмітсіздікке салынуы үлкен қателік. Алла тағала қасиетті Құранның Жүсіп сүресінің 87 аятында: «Уәлә тайасу мир роухиллахи, иннаху ла яйасу мир роухиллахи иллал қаумул кафирун». Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер. Анығында Алланың мейірімінен қарсы болған қауым ғана үмітін үзеді деп айтқан. Сол үшін де келешекке үмітсіздік танытып, күмәнменен қараған адам жақсылыққа жете алмайды. Жүсіпбек Аймауытов: адамда аз да болса бір үміт, бір таяныш болу керек. Ондай таяныш болмаса, тіршілік етіп не керек дейді. Алла тағала халқымызға амандық, жұртымызға тыныштық беріп, қасиетті жұма күнгі дұға тілектерімізді қабыл еткей. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала хайри халқихи Мухаммади ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Алла тағала өзің рахматыңа үміт етеміз. Алла тағала өзің рахматыңды беріп, дүниеде білтілмейді істеген қате күнәларымызды ғафур рахмет. Алла тағала өзіңнің жәннатыңды бәрімізге нәсіп етуді Алла нәсіп ете көр. Алла тағала жұмада жасаған құлшылық ғибадаттарыңызды Алла тағала қабыл етсін, хайыр ихсандарыңызды қабыл етсін, дініміз исламға қуат берсін, елімізге амандық, халқымызға тыныштық берсін. Бирахматика рахман рахимин. Аллах.